Мал шаруашылығы қазақ халқының ата кәсібі. Бұл шаруашылық халықты май, ет, сүтпен қамтамасыз етеді. Малдың жүнін, терісін киім-кешек тігуге, киіз басуға қолданады. Ат түйені шаруашылықта көлік ретінде пайдаланады. Мал бағу жалқаулықты көтермейді. Жылдың 4 мезгіл ауа райында, қыстың қалың қар, аяз боранында, күздің көктемнің нөсер жауынында, тұманында, күндерде жаздың аптап ыстығында да малды өріске шығарып күтім жасау керек. Қажет кезде ауа райы болжаушыда, мал дәрігерде бола аласың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген мақал әр адамның өмірлік ұстанымы болуы керек. Қандай кәсіппен айланыссаң да шын көңіліңмен айланыссаң сол істің берекесі болады.